Sabah taklamanday. Kamera. Так, sabah. Salamasınlar balalar. Salamasınlar balalar. Amakul. Amaç begisler öydüm. Bugün bizde ağalar gekemiz. Senden demaladın dedi. Так. Үйге берілген тапсырмалар өту керек иә. Кім Үйге. бар? Журналды түгел деген сол емес па? Кім Так, бар, кім жоқ? Кім бар? Тасықпай мирас бар ма? Өйтіп уақыт алма сен. Сен білесің ғой өзі кім бар. Конституция бар. Қойшыбайыңыздар аман. Жоқ. Неге бүйтесіңдер? Уақыт алмаңдар келіп отыр. Ары қарай жалғастыра беріңдер. Ақ егер ғой жасымен. Қақта ол. Сен жарысқа сұрамап кетті, ол не жаңа апайдан айтып өтеді. Иә. Әріптесіміз Үйге берілген тапсырма. балалар үйге не бердік? Бізде екінші классқа келіп отырып қалмаймыз. Қайда? Екінші сыныпта. Иә, екінші сыныпта. Біз ағай бірінші сабақтан бастадық, өзім туралы. Бірінші сабақ. Сіздер қалай демалып келдіңіздер жазды демалыста? Бастаймын ғой. Күшті демалып. Суға түсесіңдер ма? Айтпай ақ қойса кішкентай балдар ғой. Қай жаққа қыдырдыңыздар? Қыдырдыңдар. Қай жаққа қыдырдыңдар? Ленар, сені айда қойшы екен. Көшеге бардым. Қай жерге? Ауылға бардым. Ауылға бардым. Ауылға құрт жедіңдер ма? Иә, жедік. Әжең талқан илеп берді ма? Жоқ десек па? Жай айтады. Көңілі болсақ Жақсы балалар, алғашқы оқу жылдарыңыз шын жүректен құттықтаймын. Ендігі біздегі бөлім өзім туралы дейтін аталатын тақырып. Бірінші сабағымыз музыка шаңырағы. Яғни музыка шаңырағы дегенде көзге елестететініміз не бірінші? Шаңырағы? Шаңырақ, яғни киіз үйдің шаңырағы дейді. Біздікі домбыра. Екінші сынып қандай мақалымыз еді, білмейді жаңағы еді. Жоқ ол. Сен айтуың керек қой, бұлар мақал әлі білмейді ғой мақалды. Екінші сынып болса тем более. Жалпы оқу бағдарламасы Сен сәйкес. өзің айтып кетуіңе болады, қазақта мынадай сөз бар деп деген сияқты ше. Иә, балдарға. Шаңырағың дүгірбі болсын деген себепті. Қазақта бір жақсы сөздер бар сондай. Шаңырағың биік тұрсын деп айтады. Киіз үйге, неге киіз үйдің есігі неге кішкентай болғанда есептейсіздер? Әр үйге кірген кезде басын дейіп сәлем берсін деген ниетпен сол есіктерін жасаған. Оның уықтары бар. Тағы да қандай құрал-жабдықтары бар оның? Ереге, уық. Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Өркендерің өссін. Бізде Ахметжан, сен не білесің? Оқты білем. Уқты? Жарайды балалар. Алдымен біз Мирас шалтайма. Біз көңіл күйін жасартып алайық. Алдымен мен сөз айтам, сендер қайталаңдар, иә ма? Үлкен деді сіз. Үлкен деді, қайталайсыңдар менің бірге, иә балалар, иә? Үлкен деді сіз. Үлкен деді сіз. Кіші деді сіз. Кіші деді сіз. Сәлем бердік сіздерге. Сәлем бердік сіздерге. Құрметпенен біз. Құрметпенен біз. Ай, бәрекелді. Жарайсыңдар балалар. Ал ендігі балалар шаттық шеңберін құрсақ ортаға шығып барлығымыз ертерек бастап шыға ғой. Ертерек жақсы оқиды, бірінші сыныбында күшті оқиды, үздік бітірген бізде. Әкесі қандай жақсы адам, ой. Кел. Папам айтып ұрдырып оламыз. Келдер. Ал шық дейді. Жоқ. Қолдарын бір-бірлерін қолданыстаңдар. Бір-бірлерін қолданыстаңдар. Бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық, иә балалар, иә? Қандай тілектер білесіңдер? Денің сау болсын. Тағы да қандай сөздер бар балалар? Айта қойыңдар. Сол сұрақ қой. Ол басқа жерде. Кет. Ей, ислам. Икрам баласы, ислам. Таншы болғанын жамағын. Иә. Әкең қандай жақсы адам, неме бір класс. Ал, ары қарай. Нереке, бастай ғой. Тілек айтып бастаймыз бір-бірімізге. Ең жаман деген сабағымыз осы. Рауан сен
Давай, қайта қой. Сен жалағаш, қайта қой. Ой, бәрекелді. Ағдет сен ел болсаң, қайт. Бүгінгі аттан Қайтса. Еді. Қайта қой. Мүсін маған қарай бересің. Бақытты бол, бай бол. айттым ба уже Билlah bisa Ne oldu? Sağ olun Billy. Сен ақбетші қайта қой. Пушкиндікіне шаш беріп кейін ақы берсін. Ойбай. Не дейді? Екі шығасың. Ең жақсы деген сауалыңыз осы. Ой. Сен саян қайтеді. Саян қайтеді. Қол тұрып тұрмай. Саған бақ тілеймін отын. Қайта қой. Қайтсен ашық аспан. Саған ашық аспан болуын тілеймін. Сен береке айтшы. Жоқ, асыл айтады ма мерекеге? Мирас айт. Жоқ, асыл айтады ма? Ой, молодец. Оқуды озат. Неге сен Дархан қайта қой. Дархан неге сен орындап қалғаныңда? Al kayda koy bana. Bana da hiç ne yetersin? Бала шағаңыз Ау. Маған енді Дархан ағай маған Ол табыс деп айта берсін. Сіз айтасыз ба маған? Direkt айтсайшы ағай. Sana sert tutsun. Сабағы сәтті болсын. Оқуда озат бол. Ал ары қарай біз Бекжан ағайларымызды тыңдаймыз. Aha. Al bir cana kayda. қай кезде айтты? Қазір айтып тұрмыз Қазір сендерге де не мына нені стикерді бұларға жапсырамыз қазір. Иә, екі жыл бір тілек. Сендер қандай ән айтайын деп отырсыңдар? Балдарға айтсаңдаршы. Мынадай ән үйренеміз балдар бүгін деп. Айтады ма? Сөзін айтыңдар. Қошаған қайда екен татып алып. Бәріміз сөзін білеміз ба? Бірге қайталайық, иә? Сен айтсай сөзін қайталағанда сөзін Жазапанның Бірге қайталаймыз, иә? Жазапанның ауылына. Қайтамыз. барып едім қыдырып. Барып едім қыдырып. Барып едім қыдырып. Бір қошақан алдымнан ойнап шықты жүгіріп. Шыға келді жүгіріп. Шыға келді жүгіріп. Ақмаңдайлы аймекен. Шекер мекен, бал мекен. Іздеп оны сағынып. Кеттім оны сағынып. Қошақаның қайда екен? Ал енді Бекжан ағайларын тартап, бәрін бірге айтамыз, иә ма? Кетті. Кет. Жазапанның алдына. Бәрін бірге. Айта ғой. Ерді біле? Айта ғой. Бір қошақан алдына. Неге сұрайсың? Шықты бойлап жүгіріп. Ақмаңдайлы аймекен. Шекер мекен, бал мекен. Кеттім оны сағынып. Қошақаным қай мекен. Ой, жарайсыңдар, шапалағын айтайық. Бәріңіз. Бүгінгі бізде қандай әнді айттық? Қошақаным қайда екен? Шаңыраққа тұтқа шығған болса да айттық. Ал бізде шаңырақ қандай нәрселерде тұрады? Қандай символдардың иесі?
Tағы да қай жерлерде бар шаңырақ дейтін нәрсе? Киіз үй, Киіз үй бар. Туда жетаң бар, мұзда бар бізде, иә? Үйде бар. Үйде бар, иә, шаңырақ деп айтамыз үйде, иә? Шаңырағымыз биік болсын, тұғырлы болсын деп айтамыз. Бүгінгі тақырыбымыз музыка шаңырағы болғаннан кейін балалар, кәне тыныш, иә? Жарай, міне. Ерас дейтін жақсы бала бізде. Музыка шаңырағы, музыка әлемі, өнер әлемі, ғажайып әлемі. Музыка шаңырағы әркез ән мен жырға, күйге толы болады. Бізге де өз сыныбымызды ән мен күйге бөлейік, иә балалар, ендеше балалар, бүгін не үйрендік? Шаңырақ жайлы. Ән үйрендік. Шаңырақ, киіз үй, иә, барлығын үйрендік, иә? Келесі сабаққа біз үйдегі өз ата-аналарымыздан шаңырақтың қандай болатынын көріп беріңдер, иә? Сол сендерге үйге тапсырма болсын. Келесі әнге біз қандай Алтын күн аспанда çaldı. Алтын күн аспаны деген әнді өзіміздің гимнімізді жаттап береміз сөзіне ма? Бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Барлығына жарайсыздар. Тамада деген? Тамада ма? Şekerim. Бітті ма? Сабақ бітті ма? Сабақ аяқталса енді. Балалар сау болыңдар. Отыр, отыр. Жарайды, отыр да. Жаңа жібердік қой.